жақсы болды бұл сапар, негізі әдем болды. Біраз адамның кәдімгідей нәпсісін сындырды. Мойындауда ерлік қой. Бір крутой бір братан бар, енді біз айтпай атын танып қоясыз деген. Мықты қызметтегі ағамыз ғой. Кеше Мұздалифада жатсам дейді. Мұздалифада көрдіңіздер ғой, комфортпен келдің бе, люкспен келдің бе, қызық емес деген жерде. Далада ву деген автобустың ортасында жатырық бәріміз. Құмбырап жатыр үстімізде. Біреулер туалеттің қасында жатыр. Бұйырғаны сол туалеттің жаны болды. Құдайдың құдіретін қарасаңызшы, жаңа ағамыз айтып жатыр ғой. Алдымды кесіп өтпейтін дейді. Алдымды кесіп өтпейтін брачкелер үстімнен аттап баратыр дейді Мұздалифада. Жөнім кеп кетті дейді анау. Орнынан атып тұрдым дейді, бірақ не істей аласың дейді. Қарасаң бәрі сол бір неде жатыр дейді. Үстіңде екі мата. Сонда айттым дейді ғой. Мен қанша жылдан бері намаз оқып жүрмін, мынағым әлі дұрыс емес екен ғой деп айттым дейді. Сөйтсе әлі ішінде бірдеңе бар екен тәкаппарлығым. Мұздалифада сындырдым дейді ғой тәкаппарлығымды. Ертең ана брачкенің қолым бар, өзім алайын деп тұрмын дейді ғой. Брачке әдетте күтіп тұрасың ғой, брачке сәлем берем екен деп. Аналар келіп сәлем берсе өзің ана деп қаласың. Жоқ, пайғамбарымыз бірінші сәлем берген адам сауап алады деп, дұрыс па? Сондықтан мынау Құдай тағала кейбір адамдарды жақсы тәрбиелеп жатыр мына жерде. Өзіңізге ұнамайтын тамақтар келіп жатыр. Ұнамайтын кілемнің өмірде жатпағанбыз ғой мынадай. Неге? Кілемнің үстіне бір төсек жай жіберіп жатырмыз. Қыңқ етіп аузыңнан әңгіме шықпайды. Неге? Өйткені ғибадатың бітшіт болып кетеді. Көрдіңіз ба? Құдай тағала көрсетіп жатыр ғой, ешкім емессіңдер деп жатыр ғой. Ешқайсың ешкім емессіңдер деді Алла тағала. Кеше ихраммен жүрген кезде кімнің министр екен, кім депутат екен білмей қалдық қой мына жерде. Бәріміз бірдей болып кеттік қой. Көрдіңіз ба? Ана кепен бар ғой, үстімізге жамылып жүрген ихрам, екі кепен. Сол кепен ешкімнен артықшылығы жоқ деген нәрсе ғой. Құдайдың алдында ақтың қарадан, қараның ақтан, арабтың өзге ұлттан, өзге ұлттың арабтан ешқандай айырмашылығы жоқ, артықшылығы жоқ. Илля бит тақуа, тек қана тақуалықпен ғана артықшылығың бар, болды. Басқа ешкімнен артықшылығы жоқ. Алла сендердің денелеріңе, кескен келбеттеріңе, дүниелеріңе қарамайды, мансаптарыңа дейді. Алла жүректеріңе қарайды дейді, амалдарыңа қарайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Көрдіңіз ба? Кімнің амалы мықты, кімнің жүрегінде Құдайдан қорқуы қатты, сол адам ең абзал адам. Алла Құранда инна акрамакум индаллахи атқакум, Алланың құзырындағы ең құрметтілерің Құдайдан қатты қорқатындарың деді Алла тағала. Көрдіңіздер ма? Міне осы қажылық сапарымыз Құдайға мыңда бір шүкір, көп адамдарды тәрбиеледі. Елге барғаннан кейін бүйтем, сөйтем деген жаңа бір жақсылықтарға идеялар туылып жатыр.